Биыл руханиятымыздың шамшырағы, дана ойшыл кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл. Осыған орай Абай рухына тағзым етіп, оның өшпес мұрасынан сыр шертеміз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біріншісі ішсем, жесем, ұйықтасам дейді. Екіншісі білсем, көрсем екен дейді. Бұл жан құмары. Жан құмарын қанағаттандырса, адам шын адам болады. Человек превосходит другого не богатством, не знатностью и не внешним видом, а разумом, честью, воспитанием и нравственностью. Все остальное временно. Только внутреннее развитие делает человека настоящим. Поэтому стремись не казаться, а быть. Не стремись жить ради показухи, стремись совестью и смыслом. Ақыл, қайрат, жүрек, шөуі бірдей болсын. Бірақ шөуінің билеушісі жүрек болсын. Жүрек адамды әділдікке, мейірімге жетелейді. Ақыл жол көрсетеді, қайрат іске асырады. Ал жүрексіз бәрі құр сөз. Кемел адам, жүрегі таза адам.